Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгінгі подкастымыздың қонағы ақ жаулықты әже, көп балалы ана Сәрсенбибі Утешева. Сәрсенбибі апа, бүгінгі студиямызға, подкастымызға қонақ ретінде Мұнайлы ауданынан келіп отырсыз. Қош келдіңіз. Сізді былай әлеуметтік желіден қарап отырамыз. Әлеуметтік желіде өте белсендісіз. 20 мың оқырманыңыз бар. Бүгінгі тақырыбымыз жалпы қыз тәрбиесі төңірегінде өрбісе. Алдымен өзіңізді таныстырып, айтып өтсеңіз. Енді әкемнің аты емес, атамның атына өтіп кеткенмін келгесін. Не алсам, енді қазір Сәрсенбибі деген атым бар, дәл 80-де жасым бар. Мына жұрттың сұрақтарына қарай білген вопростар, сөйлектерімді берем. Өйткені атамыз молда болған, соның айтқан сөздері құлағымда қалып, әркім әртүрлі сөзді сұрайды. Сол сұрағанға ответ беріп тұрам, айтуға қолымнан келгенше. Енді қыз тәрбиесі деген ол қыздың алдымен қыздың шешесі жақсы болу керек. Қыздың шешесі жақсы болса, қыз соған деген ұрайды. Қатынды алғанда қатын алма, қайын ал дейді. Қайын ал дегенде сол қыздың шешесіне қарап қызын ал деген әңгіме болған ғой бұрынғыларда. Бұрын енді қыздар деген әкесіне тіпті сөйлемеген, балдар да сөйлемейтін еді, қыздар тіпті сөйлемеген. Балдар әкең келатыр дегенде әкесінен деген қаймағатын еді. Қазір ондай балдар азғантай. Не айтайын, тек қыздарды кішкентай күнінен жұмсау керек. Ол кісінің адамы, ертең ол бір ошақтың иесі болады. Оған бәр жақсылықтарды айтып отыру керек та, дастарханның басында. Енді өзім отырған жерімде осы қазір Құдайға шүкір бір жалған балам бар, сонымен 6 баладан 27 немерем бар, 76 шөберем бар. Біреу әлі 40-нан шыққан жоқ, 76 шөберем бар. Бір өсіп өнгенмін, Құдайға мыңда бір рахмет айтам. Мына шақырып, не қылып атқандарыңызға да рахмет. Қызды деген сол кішкентай күннен тәрбиелеу керек. Өйткені біздің қазақта қыздың белгісі, қыз екенін білу үшін шашын екі өріп, шашына бір көпекше тағып, солай телпек киіп жүретін еді. Қызыл орамал тартатын еді. Енді қазір қызыл орамалда жоқ, басы жалаңбас, шашты жай жіберіп жүр ғой. Шашты бұрынғы атты деген жаңағы бай өлген қатынның шашын жаяды екен. Бай өлсе, сол кісінің шашын жаяды екен, оны деген солай енеміз сөйтіп айтып отыратын еді. Қазір бәр бала шашын жайып жүр. Енді балдарға айтатыным, шашыңызды жайма деп айтам. Ол асқа түссе де таз емес қой. Құдайға шүкір, енді бір талай бала бағып жатырмын. Балдарым да, қыздарым да барған жерінде абырайлы. Алған келіндерім де Құдайға шүкір әзір, сол келіндерімнің де кеткен жоқ. Немере қыздарым бар, немере келіндерім бар. Ешқайсысы әлі бір ажырасады деген анау-мынау әңгімені айтқан жоқ. Алдыменен өзім қандай әңгіме болса, өзім бәрін қысып алам, бүйтіп балдарды, қыздарды да, келіндерді, баламды да шақырып, үйленейін деп жатқан баламды да шақырып алып, әкеле алатын қызын көрем алдыменен. Қызым байға баратын болса, сол жігітті әкеліп көрем. Енді ол менікі емес, Алла тағаланың бір берген абырайы шығар. Енді қыз деген қылығыменен сүйгізеді дейді ғой. Ол қызға тамақ пісіруді, үйдің тазалығын әуелден үйрету керек. Тамақ пісіруді үйрету керек. Негізі тамақ деген пісірмесе, ол еркек адам жұмыстан келген уақытта сенің тамағың тайын тұру керек. Кірің жуылы болу керек, балаң бағулы болу керек. Ол қатынның өзінің мойындағы, қыздың өзінің мойындағы парызы сол. Қала берді жұмыс жасасын. Бірақ өзім бәр баланы да оқыттым, бәрінің де оқуы бар, бәрінің де Құдайға шүкір өздерінің несі жағдайлары бар. Жалпы анасы қызға беретін ең басты үш құндылығы қандай деп айтар едіңіз? Ананың қызға беретін үш құндылығы, бірінші сол шешесінің өзінің тәрбиесі, шешесі жақсы болса, бала жақсы болады ғой. Сол мына кішкентай киімді еркек адам келе тұрғанда ибанып, кішкене именіп, сонан тартынып жүру керек қыз бала. Қысқа киімді енді киме дегеніңменен киіп жатыр ғой, дегенменен қысқа киімді көп кигізе бермеу керек қыз балаға. Ашық, шашық жүрсе, оған любой адамның көзі түседі.
сосын баланы деген бастан қатынды бастан, баланы жастан дейді ғой. Сол айта бергеннен үйден сол астында тамақ пісіргенді үйрету керек қызға. Сосын мына үсті кір болып, сауыс болып жүргенді үйретпеу керек. Өйткені сол мынау кір болып жүрсе, оған бала дағдыланып кетеді. Жүре берсін деп. Бір жер жыртық болса, түймесі үзік болса, соған бала дағдыланады. Соны әптеген анау үзілді ме? Тік қызыңа. Бірінде деген мына бармақтарын тістеп қыздарға солай үйрететін екен. Қазір Құдайға шүкір, енді неше балам бар, бәрі мәшінде тігеді, тігістерінде тігеді, киімдеріне негеді. Мына келінді де өзім алғасын оқытқанмын, бухгалтер болып келіп еді. Жаңағыдай Швенияға оқыттым, өзім 2 қызымды, 2 келінімді, 4-еуінде оқыттым. Соның арқасынан қазір нан жеп отыр. Қызымның үлкені де, кішісі де бәрі дейді. Қазіргі таңда енді мансап қуған қыздар көп, я? Оқуға, білімге құштар қыздар көп. Жалпы енді сол, мысалы, отбасын көбісі айтып жатады, жаңағы мансапты таңдаймын, жұмыс таңдаймын деп қатар алып жүру дұрыс па? Әлде жоқ, оны әйел адам екеуінде алып жүре алады. Қатын деген күш, мына қыз бала күшті. Ол мансапты да тыюға болады. Мына жұмысыңда да жаса. Байыңның айтқандағы, мен өзім бәріне де айтатыным. Бірінші байыңның айтқанын тыңда деймін. Қыздарыма өзім айтатыным. Келіндеріме де айтатыным сол. Ал еркектің айтқанын тыңда, қор болмайсың. Ол еркек қой. Сен оған бағынып келдің бе? Әке-шешеңді тастап, тумаңды тастап, үйіңді тастап, сол кісіге келіп бағынғасын, соның айтқанын тыңда деп айтамын. Бәр қызға да айтатыным солай. Өз қызыма да, басқа қызға да айтатыным сол. Ал жалпы ана болуға дайындалу неше жастан болған дұрыс деп ойлайсыз? Енді оны Алланың өзі біледі. Негізі 18-ге таман бармаса, баланың балалығы болады. 18-ден әрірек өтсе, болар бала боғынан дейді. Ол болатын бала 18-ге келгесін, ол бәр затты сүйреп алып кете алады. Өзі істейін деген несі ойында болса, ол жаңағы семьяны сүйрей алады, байында алдап істете алады, бала шағасында, енесінде, атасында бәрінде өзіне қарата алады. Нағыз болайын деген кісі болса. Ал болайын деген кісі болмаса, ол алдырай береді ғой, ona кете береді. Соның үшін тек бәрі ауызбіршілікке келу керек. Ауызбіршілік болса бәрі жас болады. Қазір енді біз жаһандық, цифрализация дамып кеткен заманда өмір сүріп жатырмыз ғой. Қазір көбісі енді қыздар бұрынғы тәрбиені білмей жатады. Былай айтқанда, мысалы, тұрмыс құрғанда бөлек шығамын деп айтатын келіндер болады. Мысалы, бұрынғыдай кіші бала, бір бала деген қарамай, үлкен қалаға, мысалы, жұмыс қуып кетеді, білім қуып кетеді. Оған деген көзқарасыңыз қандай жалпы? Енді мен ата-анадан келін болсын, қызым болсын, ата-анадан бөлек тұр деп тұрмаймын. Өйткені үйде ана ата-анаң кемпір шалың болса, үйіңнің кілті. Сен бір жаққа кетсең, сенің балдарыңды бағады. Ол қаяққа кеткеніңді сенің біліп айтып тұрады. Ол ана деген 5-6 мәрт әліп қазір сауып, қазір бүйткенінен онан өмір білмейді. Ол мына кемпір шалменен қосылып, әрі соның тәрбиесін аласың, әрі сол балаңды сенің соның тәрбиесін алады. Соның айтқанын тыңдап, балдарымыз байға кеткенде, кетпегенде сұрап сөйтіп тұрады, білмей. Мен өзім ешқайсысына бөлек кет деп айта алмаймын. Оқысын, жұмысты да жасасын, екеуінде әйел адам екеуінде бірге алып жүре алады. Жүрейін деген адам болса, екеуінде бірге сүйрей алады. Жалпы енді мына қыз абырой деген ұғымды қазіргі жастар қалай түсінеді деп ойлайсыз, мысалы? Ол қыз абырой деген абыройды үйде шешесі айтып отыру керек. Шырағым, анадан тыйыл, анаған бүйтпе, мынаған бүйтпе деп шеше айтып отырса, азды көпті басына. Ол көбінің шешесі өзі білмейді оны айтатынға, баласын айтпақ түгіл. Өзі білмейді. Бүйтіп жүре береді, қаңғып, сосын бір күні бәлеге ұрынып қалады да ол. Соның үшін үйде дастарханның басында шайда отырғанда, шырағым, мынаны бүйтесің, мынаны былай қыласың, анандай абырой, мынандай болса, быландай болады деп бәрін өзің айтып отыруың керек балаға деген. Балаға айтып отырсаң, баланың бірде құлағында қалмаса да, бірде қалады. Ол қалай бергесін дастарханның басында айтқасын. Көбі шай ішкенде бала бөлек шай ішеді, үлкен кісілер бөлек шай ішеді, сосын оны түсінбейді да оны. Соның үшін тамақты бір жерден, бір дастарханнан бірге ішіп, бірге жеп. Ана бұрындар ана жерде бала ұйықтап жатса, ана бала естіп қалады. Қатты сөйлемең деп айтатын еді ғой. Қатты сөйлемең, бала естіп жатыр, бәрін біліп жатыр деп. Енді ондай жоқ, анау ұйықтап жатыр ма деп, мына жақтан деген ерлі-зайыпты екеуі де тырғылдап ананы мынаны айтып отырады. Ол бала ұйықтап жатқан жоқ. Ұйықтаса да, ұйықтамаса да, сол құлағына сіңбеу үшін ондай заттарды айтпау керек. Баланың тұрған жеріне айтпау керек ол жаман заттарды. Қазір енді көп жастардың ұлы болсын, қыз болсын, телефонға тәуелді, иә? Мысалы, барлық телефонда
жаманды да жақсыды да көріп жатыр. Жалпы осы телефонды біз тәрбие құралы ретінде қалай пайдалансақ болады? Жоқ, мен телефонды тәрбие ретінде қолдансын деп айта алмаймын. Біреуменен сөйлесе қойған уақытында керек енді. Бұрын телефонсыз жүрдік қой. Біреуменен сөйлескенде керек. Бірақ мына ұзақ күн мынаны қарап отырса, қатындардың да өзінің шаруасын қарайды. Өткенде мен қасымда бір келіншек күйеуін жұмысқа түсіргенде бүйтіп бұрылған ғой. Телефонға қарап отырып, машинадан қызының түсіп қалғанын білмеген. Алдындағы артындағылар сигнал беріп келе жатыр. Бала түсіп жатыр дейді, қайта іш сынбап, тек беттерін жырып кеткен. Міне телефонның қырсығы сол. Мен телефонға үңілсін деп айтпаймын балдарыма. Қарасын. Бір уақытына бір азғантай, бір сағат, жарым сағат бір қарасын. Бірақ постоянно деген бәр затынан қалдыратын зат қой. Пайда емес, міне шетелдің заттары бар ішінде. Бәр адам сол боламын деп бәлеге қалып тұр. Қазіргі таңда енді апам қарасақ, отбасы құндылығы, отбасы институты деген жоғалып бара жатқандай. Өйткені мысалы ер азаматтарымыз бар, мысалы екінші әйел алып жатқандар бар, аналарымыз бар, мысалы тек жұмыс басты болып кеткендер, таңертеңнен кешке дейін балдарды қосымшаға беріп тастайды. Соны кешке келгенде телефонмен ары қарай уақыт жоқ. Жалпы сол отбасы құндылығы, отбасылы институтты қалай сақтаймыз ары қарай? Оны қарай сақтағанда ол еркек сәл күштілеу болу керек. Енді өйтейін десең, қазіргі еркектер әйел бәрін істеп қатырып жүрсе, қазақтың өзінің нақылы бар. Иттің басы алтын табаққа салсаң, жерге шоршып түседі дейді. Өйткені қатын бәр затын кездірсе, ана қатынға еркектің есі кететін сонан. Жаңа жалаңаш жүрген қатындарға ол еркек бір қатынның бір қатыннан артық зат жоқ. Барсаң өз қатыныңда да жоқ. Бірақ соған қызығады адамда еркек қой ол. Соның үшін еркек сәл мықтылау болу керек. Келгеннен кейін әйел тамақ сұратса, ана еркек адам балдарына қарау керек бүйтіп. Екеуің бірігіп, сол баланы сүйреу керек, білмеймін басқаны мен. Ене мен келін тақырыбы өзекті мәселенің бірі қазір. Сол тараптан не айтамыз? Мен білмеймін, өзім 2 келін алдым. Енемменен 31 жыл тұрдым. Біз деген айлығымызды алып, енемізге бердік. Енеміз иманды ол ақшада танымайды, мойнына бүйтіп байлап алып жүреді, бірақ керек заттарды бүйтіп, соның шетінен 1-2 минут айлығымызды алып береміз ғой. Сол мен сенің шетінен 1-2 минут алып қалуға қорқатын едік. 10 жыл енеміздің өзі ұстады, 10 жылдан кейін мә ақшаны деп берді, енді одан кейін сенген шығар білмеймін. 31 жыл сол енемізбен 90-ға келіп өлді. Мен 16 жасымда келдім, мен 47-ге келгенде енем өлді, соны екеуміз білмеймін. Соның айтқанын тыңдадық, енеміздің айтқанынан қорғалған жоқпыз. Өйткені біз жұмысқа кетеміз, өмір байқы жұмыс жасадық. Біз кеткенде енеміз ана балдарымызды бесікке бөлеп отырады, теріп етіп отырады, тамағын беріп отырады, жылағанын шақырып отырады. Кемпірдің пайдасы бар, білмеймін, жоқ деп айта алмаймын, білмеймін, жұрттардың да қалай айтатынын. Енеге деген қарсы келу деген дұрыс емес. Ол өз шешеңе қарсы келгенмен бірдей емес пе? Енең екеуі бірдей емес пе? Менің үшін өзі бірдей іс қылды. Үйге бара қойсақ, шешеміз айтады, енеңнің айтқанын тыңда. Енеңнің айтқандың да, бара қойсақ, әкеміз айтатын, 2 күн жатасың ба? 3-ші күн кет дейді. Не енді зорға келді қой десең айтады, жоқ, үйде малың бар, балаң бар, енең бар деп, 2 күннен ізімізге қайтарып жіберетін еді. Өзімізді солай қылып, біз өзіміз соны, әрі сол балдарымызға соны айтамыз. Барып жатқызбаймыз оларды, бар, байың бар, үйде балаң бар, атаң бар деп. Жаңа айтып жатырсыз ғой енді, жаңа шеше қарап қызын ал деп те, жаңа шеше көрген тон пішер деген мақалда бар мысалы. Яғни қыздың тәрбиесіне тек қана шеше ғана жауапты деп ойлаймыз. Жоқ, шешеміз ғой, ол әке қосылады ғой. Әке қосылады. Өйткені әкең келатыр деп қатын, ана әкең келатыр деп әкесінен қорықпаса да бүйтіп айтып қою керек. Әкең келатыр, әкең қазір ұрсады деп. Біз көздеріміз солай өстік. Әкең келатыр дегенде біз уже қорқып тұратын едік. Ол әкеміз бізге әй деп айтып көрген жоқ. Бірақ сол шеше әкесін алдына ұстап тұру керек, еркекті пана қылып. Міне әкең келатыр қазір пәлен дейді. Әкең ұрса жаман ғой, еркек адам ұрса жаман ғой деп бәр балаға да айтып отырсаң, оның ұрса саған шапалағы қатты тиеді ғой деп айтып отырсаң, ол әкесі ұрмаса да сол қатын солай айтып отыру керек. Бәр зат айналып келгенде қатында. Солай ма? Бәр зат қатында. Ал жоқ, жаңа әкені тек қатал ретінде көрсетеміз бе сонда? Жоқ, қатал ретінде көрмейсің, ол жақсы көреді ғой, баласы ғой, перзенті ғой. Неге ол келатқанда өзі анасын мынасын әкеліп баласына қуантып, баланы күлдіріп, іздеп, баласымен жағаласып, еркек бала болса. Тіпті мен қазір қолымда қызда 3 немереміз бар. Әкесі келгенде үстеріне мініп түсіп, әкесі мені ойнап жатады. Ол білмеймін. Сіз енді жаңа Совет үкіметінде, жаңа тәуелсіздіктің де жылдарын көрдіңіз, былай қарасаңыз, 2 ғасырды көрдіңіз. Енді қазір біраз өзгерістер бар ғой. Жалпы қыздарға, қазіргі қыздарға қандай қауіп көбірек төніп тұр деп ойлайсыз, қай жақтан? Осы соткадан келеді бәрі бәле. Өйткені
алыстан жұмсамай-ақ біразға жұмсап жіберсең, мынаған қарап отырып қолындағы заттарын тастап кетеді. Қарамайды. Мынаның бәлесі ол енді. Үйде деген тапсырыңқырап, айтыңқырап, сол қызға деген көбіне қыз деген любой қызды кішкене қатаңдау ұстау керек қызды. Жақсы көр, киіндір, қатарынан құр қалма, оқыт. Оқыттым өз бәрі балдарымызды, мен оқыттым бәрінде. Бәрінде орта білім, несі жоғары бәрінде қағаздары бар. Барғасын, мынаның шешесі Алматыда 5 жыл оқу бітіріп келді. Сосын біреуге сөйлесіп, байға барғасын. Мынасы бар, жұмысқа кіргізейін деп ана кісіге сөйлессем, әкел, апа сенің қызың ба деді. Сосын күйеуің айт десем, күйеу айт. Өзім бағам ғой не керек деп. Со диплом 5 жыл оқыған диплом күйіп кетті. Енді қыз қалды далада. Ендігі дипломы детесіп тұрған жоқ. Ал жалпы қыз бала өз-өзін қалай бағалаған дұрыс? Өзін-өзі, әркім өзін-өзі. Сен өзіңді өзің тәрбиелегенің дұрыс қой. Дұрыс киін. Дұрыс неңе қара. Өзің бүйтіп албырап-салбырап тұрсаң, саған байың да қарамайды. Мен сонысын айтайын ба? Зыңқитып өзің киін, өзіңе өзің қара, сен өзіңді бағала, сосын сені жұрт бағалайды. Ал енді қазіргі таңда жалпы тағы бір мәселенің бірі, қыздарда мысалы темекі шегетіндер де бар, жаңағы тіпті нашақорлық қолданатын қыздар да бар, мысалы жаман жүріске кеткен қыздар да бар. Оның барлығы сондай жолға түсуіне не себеп деп айта аламыз жалпы? Оны деген анандай үйдің ішінде кішкене бала қысымсылық көрсе, жетер-жетпес болса, ана қасында жүргендер айтады ғой, темекі тартсаң жаңағы неткенің ашуың басылады, болмаса арақ ішсең анауың басылады деген менен күйменен соны ішетті, сол бір ішкенін кетеді. Ол кішкене атана баланы тәрбиелеу керек қой кішкене. Сол атанадан кішкене қорлық көріп, жетер-жетпестен қорлық көрсе, сондай болып кетуі мүмкін, болмаса білмеймін. Сіз үлгі тұтатын қазақ қызы бар ма қазір? Құдайға шүкір, мен өз қыздарым бәрінде үлгі тұталып. Бәрінде. Жаңа балам 63 еді, енді оның өлді, 4 қыз бір баласы қалды. Онан кейінгі қызымның 3 ұл, 2 қыз бар. Бәрінде Құдайға шүкір, онан кейінгісінде бір ұл, 2 қыз бар, онан кейінгісінің 6 баласы бар, онан кейінгісінің 3 баласы бар. Енді барған жерлеріне қадірлі. Барған жеріне олар қадірлі болса, мен қадірлімін ғой. Қызың барған жерінде сыйлы болып тұрса, мен қадірлімін. Аға, апа, қазір міне Аллаға шүкір 80-нің сеңгіріне қадам бастыңыз. Аға, шүкір, я. Тағы да арғай денсаулық берсін Алла тағала. Сұрайын дегенім, мысалы, сіз көрген қиындықтармен қазіргі дайын, барлығы дайын ғой қазір, кір машинде дайын, посуды жуатын де дайын. Соның бір қандай да бір әлсіз немесе жақсы тұстарын айтсаңыз, мысалы. Біз өзіміздің уатымыз болғасын, бізге ол білінген жоқ. Біз түнде екілерді тұрып нан илеп жатып, таңертең пісіріп кететінен қандырған мысалға. Сосын кешке жұмыстан келіп, түнде жұрттар жатқан уақытта біздер памперс деген зат жоқ қой. Дамбалдарды жуып жататын еді. Енді құдықтан су әкелетін жоқ. Қазір бәр зат үйде, қатындардың өзі тағы да қатынға келіп түреледі. Біздің малымыз болды, жаңа үлкен кісі енеміз болды, той садақамыз сол кезде де болды. Бірақ біз соны деген істеуіміз керек деп миымызға солай құйылды, біз соны істедік. Түнде тұрып сағат 3-4-те намаз оқитын уақытта біз тұрып дәрет су жылытып едік. Ана типал деген, я болмаса газ деген зат жоқ қой. Біз түнде тұрып далаға от жағып, соны жылытып беріп тұрдық. Яғни оны қиындық деп санаған жоқсыз? Жоқ. Мен көрген өзім қорлығым мынадан жетеді, бірақ соның бәрін қиындық деген жоқ. Соның арқасы шығар, 80 келіпте жалмаңдап жүргеніміз. Құдайға шүкір. Қазіргі таңда мына қыздардың бір-бірімен төбелесуі, мысалда, бір-біріне тіпті қару қолданып жатқан қыздар да бар. Ол енді жақсы зат емес қой, мысалы, бұрындар тек жаңа балдар, ұлдар төбелеседі дейтін едік. Қазір қыздар ішінде қорқатын болдық. Қызыл жоқ қазір. Бұны да енді қалай шешуге болады жалпы алдын алса? Өз баласына күш жету керек қой. Баласына деген дастарханның басында айтып отыру керек. Ананы бүйтпе, от басасың, мынаны бүйтпе, от басасың. От басасың дегенде сол от қой, ана тиеді деген. Көбі деген біреулер керек емес заттар үшін деген айқайласып тұрады. Соны ошақтың басында тек отырып, дастарханның басында айтып отыру керек. Баланың құлағына сіңіп отырады, сіңсе. Жалпы енді қыз тәрбиесі ұлттың тәрбиесі деп жатады ғой, жанды себебінде қыз деген ана, болашақ ана деп тәрбиелеп жатамыз мысалы. Қыз тәрбиесі ұлдан қарағанда өте нәзік, өте сондай жауапкершілік талап етеді. Жауапкершілік, иә. Осы тұрғыдан айтсаңыз. Енді оны айтқанда деген ғой,
айналып келгенде бәрі айналып келіп қатынға тиеді. Соны айналып, бәрін келістіріп тұратын әйел, қызды да тәрбиелейтін әйел, ананың бәрін айтып тұру керек. Ананы үйтсең олай болады, мынаны бүйтсең былай болады, шырағым, ананы бүйтпе, ананы анандай қылма, пәленшенің қызы сөйтіпті десең, бізге өлім болады. Пәленшенің қызы темекі тартып тұр десе, бізге өлім болады. Ол ішіп жүр десе, сондай пәленшенің қызы бір жігітпенен сөйлесіп тұр екен десең, өлім болады. Соның бәрін дастарханның басында айтып отырсаң, баланың бірде болмаса, бірде құлағында қалады. Құлағында қалады, жүзін айта беру керек дастарханның басында. Оны көбі айтуға деген уазымыз қатындардың өзі сотқа ойнап қаңып кетеді. Сосын қаяқтан? Қазір бір сәнге айналды ғой, жаңа қыз жасауы, бірінен бір қалмау, қымбат, ол бар болсын, жоқ болсын, әйтеуір жұрттан қалдырмай беріп жатады, иә, мысалы. Цептер деген нәрсенің өзі мысалы 1 миллионға алып жатады дегендей. Соған деген көзқарасыңыз қандай? Оған деген бәсеке бәйгім жоқ. Мен өзімнің үлкен қызыма бірінші кезек балам өліңкіреп тұрғасын қызықтап, істейіне гарнитур алып бердім. Атасы бөлек шығарғанда істейіне гарнитурда түрікпен кілемінде алып қалды. Сонан кейінгі қыздарға мен ана спальный да бергізген жоқпын. Өйткені барады ол 5-6 күн жатады. Оны миллионға аласың, мысалға. Миллионға аласың, оны 5-6 күн жатады. Онан кейін деген балалы болғасын, оны үстіне жата алмайды. Ол анау далада қалады, адыра қалады. Ол миллионыңды далаға шығарып тастайды сосын. Соның үшін бәсеке бәйге керек жоқ. Как іштек 10 шақты көрпесіменен 5-6 жаңа шай төсегін сол 8 күйеу баламен бір затпенен 10 менен бір сандығыменен сосын анандай хамут-самут анандай бәсеке бәйге дегенде білмеймін. Сондай зат беруге болады. Ана посуда жуатын деген андай кірмәшін бер. Кірмәшін енді балаңның ол бір қолы. Ол кірмәшін берме деп айтпаймын. Сосын анау ыдыс бер, бірақ бәсеке бәйге анандай жоқ. Ол ана жоқтың барға еремдеп жоқтың көті ашылады. Ол жете алмайды. Ол қарыз. Сен мысалға қызыңнан қалың малды аласың, оны таба алмаса ол қарызға кіреді. Ертең барғасын сен қызың қиналады ғой. Барған жерде қызың қиналады, соны төлеу керек қой. Иә. Соның үшін қалың малды да пәлен бердім. Қалың мал дегенді сұрамайды. Қалың мал деген тапқанын әкеліп береді. Тек онда сұрайтын зат той мал деген болады. Қыздың той малы болады. Сосын қызды қолдан ұзатып атсаң, қызғашар деген бір мал болады. Өлтір деген 2 баладан садақа деп бір мал болады. Обязательно сол 3 мал болуы керек. Ал сонан басқа қалың малды сұрайды деген жоқ. Қалың мал сұрағанға мен өзім қарсымын. Бірақ әптеде бір адамнан, 2 адамнан осы ауылда біраз болса, мен барам. Ағайындардікі болсын, құда жекжаттық болсын. Сіз тұрыңыз дейді, құда менен сөйтіп алам да, мен алам. Бірақ қалың малды сұраған адамға қарсымын. Жоқ. Ол табылмайды. Бар болса өз үшін де береді ғой. Баласы үшін. Керек емес. Біз білмейтін қазіргі сіз сақтаған дәстүрлер бар ма қыз тәрбиесіне қатысты, мысалы бұрынғылармен? Мен енді дәстүріне қандай не сақтағанымды білмеймін. Мен айтып өтек балдарыма тек. Сосын қызды ұзатқасын шешемнің айтуы бойынша қызға 4 күн сыбаға деген берілу керек. 4 күн сыбаға деген мына әке шешесінен ұзатқаннан кейін әкесінің дәулетінен сол қызға 4 күн сыбаға. Бұрынғы уақытта түйе береді екен, жылқы береді екен, сиыр береді екен, береді ғой, мал бар. Қазір ондай мал жоқ. Мен өзім 4 қыз ұзаттым, 4-үне де ондай мал беретінге жағдайым болып қаланыңқы болдым. 4-үне де жаңа дұрыс бір кілем менен күйеу балама костюм шалбар, кейінгілеріне сақина тақтым, алтын сақина тақтым. Қызыма да соны тақтым. Көйлек жауып кигіздім, ата-енелеріне де сондай беріп бәрін сөйттім. Мыналарға дейін солай қалдым мен. Немерелерімнің бәрінде өзім сол. Мал беретінге малымыз болған жоқ. Жаңа қолымдағы бағып отқан кішкентай қызым әкесі өлгесін туып еді, әкесі тапсырып кетеді. Тек соған мәшін мінгіздім. Ол бәрі қаражатымды алдым да, өзі әрі мені бағып отқан бала ғой, соған тек астына мәшін мінгіздім. Шевролеттегі мәшін алып мінгіздім. Сонан басқасына тек осы 4 күн сыбаға қызға беру керек. Ол ертең өзің бол. Сол 4 күн сыбаға берілмей, ана қыз кетіп кетсе, артында әке шешесі өліп қалып, інісі бола ма, ағасы бола ма, солар қолының жеткеніне мынау 4 күн сыбағың деп бір зат беру керек. Ең мынау қазіргі тығып атқан ағаш табақ бар ғой. Сонымен бір қасық болса 4 күн сыбағың деп беріп, ананы құтылу керек. Сосын әкеден қалған дәулет болса, соның үйде бас көтеретін адам болса, неше баласы бар? Сол қалған дәулетті бәріне бүйтіп еншің деп бөліп керек, еркектерге. Еркек балаларға сөйтіп бөлу керек, қызға 4 күн сыбаға деп бөлу керек, сөйтіп беру керек. Ана әкеден қалған дәулетті. Осы тұрғыда қазіргі таңда мысалы әр үйде әртүрлі жағдай ғой, бірақ былай да бар екен. Мысалы әкесі мысалы кетсе өмірден жаңағындай үй мысалы әкесінің үйінде атында болса, баласына тапсыру керек, бірақ соған қыздарда талас жатқан қыздар да бар екен. Қыздардікі дұрыс емес. Мұрагерлікке да? Жоқ, қыздардікі дұрыс емес. Қызда әуелден шаңырақтың иесі демеген. Әуелден шаңырақтың иесі еркек бала деген. Енді еркек балаң жоқ болса, онда қайсысы болса біреуінде қалады ғой.
Мен өзімнен үйімді неткен уақытта бітек жаңғы сүйір жүгілейім болды, жаман жүгілейім. Оны саттым да, екі балама бүйтіп, мынау еншіңіз, ертең мына артынан исат дәулемең деп, мәшінді үшке бөлдім, біреуін мына 90-ға келген кемпір бар дедім, енем бар, мен соны көмем деп, екі балама сөйтіп жаңағы мәшіннің ақшасын сөйтіп бөліп бердім. Маған қарамаң, исат нетпейсіңіз деп. Яғни қыздың олай таласуы дұрыс емес. Жоқ, қыздың таласуы дұрыс емес. Төркіннің затына қыздың таласуы дұрыс емес. Ол шаңырақ жесе еркек адам, еркек бала. Еркек бала жоқ болса, енді онда деген. Ошы болса да болмаса да кім қарап отырмаса, қарап отырған адам ие болып қалу керек, басқаны білмейді. Аға, апа тағы да бір сұрақ келіп тұр ойыма. Қазіргі таңда қыздар кешке қарай ұзатылып жатады да. Біреулер айтады, сондай обедтеп, күндіз болып кету керек деп, рестораннан кетіп жатады. Ол қаншалықты қалай? Дұрыс емес. Мына күндіз қызды ертерек кету керек. Енді соны кешке кафеден шығады ғой. Кафеден шығатын болса, соны қызды ертерек қыздың басынан, өлген адам басынан да нан айналдырып қалады. Мына ұзатқан қыздың да басынан нан айналдырып қалады, тұтасынан, домалақынан. Өлген адам менен ырысқал нәсібем кетпесін десе, қыздан да дәл солай қызбенен бірге кетіп қалмасын дейді. Сосын қыз кешке нететін болса, қызды әбеттен кейінірек, қызды басқа жаққа жібер. Үйден сол басыңнан нанын айналдырып жібер. Сені үйінен шығып кеткен болсын кеттің. Нанды қалай айналдырады? Басынан бүйтіп бісміллә деп айналдырады, сосын үйінің иесі жейді. Үйден қалған адамдар жейді. Өйткені ана не, жаңағы ырысқал дәулет сол қызбенен кетіп қалмасын дейді. Біз білмедік екенбіз оны мысалы. Қызбенен кетіп қалмасын деп сөйтеді де, қызды ерте шығару. Қазір түнде шығару деген дұрыс емес. Сосын мына үйден ерте шығарып жібер, кафеден шыға берсін. Мен өзім бәрі қызымды ұзаттым. Бүгін күйеу құда келеді, вечер қылам, ертесіне үлкен той қылам, сосын қызға шаралады, оның ертесіне 3 күн той қылып ұзаттым бәрінде. Әбетте 12-де шығарып жіберем қызды. Болды? Тағы бір сұрақ апа, қазіргі таңда келіп жатқан көп қыздар тұрмысқа шығып жатқанда махр деп сұрап жатады. Біреу үй сұрайды, біреу машина сұрайды. Оған деген ойыңыз қандай? Жоқ, ол махр деген зат бұрында жоқ. Ол жаңағы бір күші жетсе күйеу бала бір сақина тағатын еді. Болды, махр деген зат ол кейін мына Бахабистен келген, мына батыстан келген бәле. Кімді жіберсең жібере ғой, соны айтты, сол кемпір айтып отыр соны. Ол деген немес. Ол махр деп ол жоқ затты қаяқтан тауып береді ол бала? Сол, көлік алып бер, үй алып бер деп жатады да? Жоқ, дұрыс емес, дұрыс емес. Ол махр деген зат деген ол кейін махр сұрап, ол байыңның діңкесін құртып алдың да не болды ал машина? Жоқ. Байың болмаса ата-енеңнің діңкесін құртасың. Және қазіргі бір енді жастардың тренді дейміз ғой, бір өздерінің тренді, босанған келіншекке міндетті түрде шандай бір ата-енесі, күйеуі бір сақина беріп жатады, сырға беріп жатады. Ол кезде сондай дәстүр болды ма сіздерде? Жоқ, бізде ондай болған жоқ. Қайта ата-енемізге біз туып, ана роддомнан келеміз ғой. Роддомда тудық, үйден тудық. Ата-енеңнің ана тұратын жеріне біздер мен өзім әлі де барып отырып көрген емеспін, отыратын жеріне. Соған ата-енеңнің түсіне бір затыңды ілесің. Ана жаққа өтуге болады деген әңгімені. Киімің боламаса, үйде бір матаң болама, ата-енеңнің тұсына іліп, сосын барасың. Ол ата-ене саған береді дегенді білмеймін. Солай деп міндеттеп жатыр ғой, мен осы әулетке ұрпақ алып келдім, маған сыйлық жоқ деп ренжіп жатыр. Ол үшін туды, ол ата-енесінің үшін туған жоқ қой. Жоқ, ондай жоқ жоқ. Жақсы, онда біз енді аяқтауға жақын қалдық. Соңғы бір-екі сұрақтар. Жалпы енді қыз тәрбиесі деп бастадық қой, осы төңіректе міне біршама уақыт әңгімелесіп жатырмыз. Жалпы енді қыз бала ұлттың ұяты, халықтың шырайы. Айналып келгенде сол жас қыздарға, жас келіндерге қандай ақыл кеңес айтар едіңіз тәрбиеге байланысты? Енді тәрбиеге байланысты дегенде, ол енді қандай болсын, балаң қыз қылығыменен сүйдіреді дейді ғой. Қызың қылықты болса, жұрттың бар, пәленшенің қызына деген әңгіме соған жетейін деп тырысу керек қыздар. Ол жаңағы бұзақшылық жатты, жаманшылық жатты, қазір істей әлі болсын, құрттайдың арасында істеуге болады. Бірақ жақсы болу қиын. Сол жақсы болайын деп тырысу керек. Мен өзіміздің ойымша сол жақсы адам болып, пәленшенің қызына соның өзімнің айту, кепкеше мына неде жүргізіп тұрғанда мынаған деген. Тұрмысқа шықтың ба дейді, 2 балам бар десе, ойбай, мен құда болып барайын деп едім деп тұр ғой. Енді Құдайға шүкір, енді мақтанғаным емес, енді сол не емес. Дұрыс емес. Әлеуметтік желіде белсендісіз, қалай қолданасыз? Мен ешқандай қолданбаймын. Мен мына қыз не айтады, өйстіп кешке қарай отырғанда. Немереңіз, айтсаңыз. Немере мынау. Мынау қызымнан екінші, үшінші қызымның қызы. Жаңа Құрбан айтта әңгіме қылдым, сонан кейін әркімдер вопрос берді. Соны мынау соны мен қасына келген уақытта, сол біреулер сұрайды, сұрағанына ответ беремін, қандай айтады. Соның ішінде кеше біреу сұраған, бір кемпір сұрады, бүйдейді.
келінім салақ, оны қайтем дейді. Ол салақ әуелден жасамыстан салақ адам сен ұрып та жөндей алмайсың, айтып та жөндей алмайсың, ол өзінің баты. Сосын айтты, балаң немерең бар ма десем, бар. Балаңмен екеуін бөлек жібер деді. Ол байына жақты ғой. Ол сен ал қатынды жібердің. Ана екі бала еріп кетті. Алған кісі сенің балаң жақсы көрмейді, ана қатынды жақсы көреді. Балаңды ертең өзің әкесі ұрғанда бір шапалақ жаның шығады, оны біреу ұрса қайтесің. Соның үшін мен келініңді балаңменен бірге жібер дедім. Мен қайтемін, сен дымда қылмайсың, өлмейсің. Осы аттан жүріпсің ғой, жүрмейсің. Мен бәріне айтамын, ажырас деген затқа мен қарсымын. Ешқандай ажырасады деген болмасын. Ол байым біреу сұрат кеше деген жаңағы күйеуім үстімнен бір ат жүреді. Жүріп қаңып еркектің өзі келеді. Сен ошақтың басында наныңды тауып пісіріп жеп отыр. Өзі келеді еркектің қаңып дедім. Дұрыс айттым ба, дұрыс айтпадым ба білмеймін. Ол осы қаңғада нәгізінде солай ол еркектің қайткен күнде де отбасын сақтап қалу керек. Қатын сақтап қалу керек. Оған еркекке ерегессең балдарың қор болады. Өліп талып сен неше күнде тапқан балдарың ғой олар. Сол біреу бір шапалақ ұрса жаның шығады ғой. Енді жоқ, оның бәрін басқаратын қатын деп отырмын ғой. Еркектің атын шығаратын да қатын, еркектің атын құртатын да қатын, еркектің төрдегі басын көрге сүйрейтін де қатын, көрдегі басын төрге сүйрейтін де қатын. Бәрі қатынның қолында. Өйткені қатын жаман болса, любой еркек түнде де күнде де мен қасыма достарымды алып келе жатырмын деп үйге кіре алады. Еркек қатын жақсы болса, қатын жаман болса, жүр деп те айта алмайды, кір деп те айта алмайды, далада отырып сүмірейіп қалады. Міне еркектің қатынға күш жетпеген жері сол. Біреу маған соқты бүйтіп, апа, мен қатынға бағынбаймын. Жоқ, бағынасың деп тұрған жоқпын дедім. Бәрі еркекке топырақ шашпаймын, бірақ сен машина аласың дедім, болмаса үй аласың. Қатының қол қоя ма десем, қол аласың. Болды ғой дедім, сол қатын қол қойғасын бітті. Сосын сен нең бар ма басқа? Дұрыс емес пе? Қатын қол қоймаса сат болмайды. Балаңды туып жүргенде сол әке-шешең өлсе жейтін анаңды пісіріп жүргенде сол қатын, сол қатын пісір демесе сен өзің жейтін ана илеп пісіре алмайсың ғой. Тағдырсың. Сол қатын пісіріп береді. Сен 7-8 балаңды туып жүргенде сол наркоман алқашқа барса да, сол қатын соны сүйреп жүр. Абырай деп сүйреп жүр. Ол да біледі ғой, айырылып кетуді тағы. Соның үшін мен тек қатындарға айтатын тек ажыраспаң, алға қарай тырысың, қатын 40 жанды. Қатындарға бір айтатыным, мына посуданы түнде қатындар қояды, жуып төңкереді. Жуып төңкермеу керек. Ырысқан нәсібең төңкеріледі. Шайнекті деген жуатта қатындар төңкермесін. Ішіне судан толтырып қой. Ең бер жағана дәрет алатын құман бірақ қол жуатын құман. Қара құман сол постоянно толып тұру керек. Сол бір кісі жарлы кісі болған дейді да. Сол қатыны постоянно сол құман толтырып қояды екен. Дәрет алайын деп келсін, қол жуып келсін. Сол барған бір кісі постоянно батасын беріп кетеді екен да. Сол бір күн барып таңертең бүйтіп қалтын төксе, іші алтыннан толып тұр дейді. Соның үшін қара құманың мына ішіп жеген табағыңды жуып төңкерме. Сразу қой бітті. Шайнегің бос тұрмасын. Төңкереміз ол бізде. Төңкермен емес, төңкермен. Нәсібең төңкеріледі. Сен келіп тұрған ұрысқан нәсібең аузы ашық тұрса келеді дейді. Төңкерілсе төңкеріліп қалады дейді. Біз білмейтін не бірдеңе. Соны телевизорда айттым, бір қайным айтты. Мә, сенің сөйлеген даусыңа естідім. Ақтаудың телевизорында айттым, оның алды-арты бар, енді ұмытып қалып тұрмын енді. Рахмет, шақырып атқаныңызға рахмет, сыйлап атқаныңызға рахмет. Енді елге пайдамыз тиіп тұрса, бұлданатынға не жоқ қой, жүріп тұрсақ аяқ қолымыз. Бәріңізге денсаулық тілеймін, абырой тілеймін, өркендерің өсе берсін, өне берің, абырайларың таса берсін. Соның ішінде Маңғыстауда жағдай етуға болмайды. Маңғыстауда бәрі зат күйлі, жақсы. Тек жоғарда Құдайымыз, астымда мұнайымыз, ортасында тентек адайымыздың дендері сау болсын. Бәр адамдар өсерге келіп күн көріп, бәр адам деп айтпай ақ қояйын, енді бәрі де келіп күн көріп жатыр ғой. Биыл артист пен ненің бәрі де осы жерде жүр, осы жерде 2-3 минут бар деп. Бәріңізге денсаулық, абырой тілеймін балдар. Аман болың, аман жүрің, өсің, өнің. Жаман болсаң менде болың, жақсы болсаң менен де артық болың. 40 шырақты, қатын 40 шырақты деп айтады. 40 шырақ, бір шырағың болмаса, бір шырағың жана дерсің. Қатынның 40 жаны бар депті, соның үшін айтады. 40 қатындар таяқ жеп, өліп алып, тұрып алып, қайтадан баласын бағып, кірін жуып, тамақ пісіріп отырады ғой. Еркекке дымы кетпейді, еркекке дәм болсын, кетеді, қаңып келеді. Соның үшін қатын тырысу керек, білмеймін. Дұрыс айтасыз. Рахмет апа, бүгінгі бізге келіп, Мұнайлы ауданынан Жаңаөзенге келіп, осылай ойыңызбен бөлісіп, өзіңіздің білгеніңізбен бөліскеніңізге сізге тек зор денсаулық тілейміз. Ұрпақтарыңызбен мың жасап, тек аман есен жүре беріңіз.